Баршаңызға сәлем достар. Осындай тез әрі қолжетімді заттардан дайын болатын салатты бірге жасап көрейік. Қажетті құрамын төменге описанияға жазып қоямын. Қызылша, сәбіз, жұмыртқаны алдын ала пісіріп дайындап аламыз. Қажетті құрамының барлығын кубиктап турап саламыз. Ең алдымен жұмыртқаны кубиктап турап алып, бір ыдысқа саламыз. Сәбізді де кубиктап турап қосамыз. Және қызылшаны да кубиктап турап алып қосамыз. Жуаны да турап қосамыз, бірақ жуаны қосу міндетті емес. Және де тұздалған қиярды да кубиктап турап саламыз. Үстіне қажетінше горохты саламыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш, қажетінше майонезді салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Міне осымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, тез әрі қолжетімді заттардан дайындалады. Ас болсын!